Айгүл ханым, сізде қантыңыздың қысымы қалай еді? Қантым таңертеңгісін ашқанға өлшегенде 14-18-ге дейін болатын. Уже қатты уже 22-28-ге барғанда уже инсулин, жаңағы Новомис деген инсулинді берді. Таңертең кешке ал деп. Соны алуға да қорықтым. Бір жағынан қатты 23 жанада 27 болып кеткенде алдым, ішімен кіндігіме салып түседі, тамақ жеймін, қайттан көтеріледі. Сосын енді инсулин зависимый боласың, алма деп көп адам айтты. Енді денсаулығым үшін уже аяғым қарайып баратқаннан кейін. Көрсетесіз ба? Қай жерде болды? Мына аяғым қап-қара болып, мына уже суланған іздері де бар ғой мына аяғым. Енді екінші аяғымда жоқ болған, уже екінші аяғым аяғыма дейін кетіп баратты. Сол ол жерге келгенде суланып, уже қап-қара сысып кететін аяғым. Содан енді осыны білмеймін, үйге бардым да сияқ орнын ішіп алдым, инсулинді салып алдым. Мен сізге инсулин зависимысыз ба деп айттыңыз ғой, сол начинающий нетем деп. Сөйтіп жүргенде енді настелканы балам алып берді, наверное. Ұлтарақты. Үйде де, киім жүрсем де, жатарда да носкиді былай скотчпен байлап қойып киіп жүрмін, жатарда. Носкисіз жата алмаймын ғой, носки шешіп тастаймын. Осыны киіп жүрдім. Уже 4-ші күн таңертеңгісін өлшесем 5. Егер сенбесеңіз, ертең түсіріп, түстен кейінде қанша тамақ ішемін деп көрсетіп жіберейін. 5, 6, ең кеткенде 6-та 2, 5. Енді диетада отырған жоқпын, қазір кішкене толып, бетім ажарланып, әйбәт болып, мә саған Астана жағады екен деп туған туысқандарым сөйтіп жатыр, кішкене вес алып, мен 85-90 килограмм болғанмын. Қазір қанша салмақ? Қазір 69-ға түсіп қалдым сол сахардан. Енді кеше қарасам 72 килограмм екен, масқара, ару керек маған. Жақсы, Алла шипасын берсін. Бұл Айгүл ханым Астанаға келіп ем тауып отырсыз да? Иә, сахарым кетті, давлением жоқ. Давлением жаңағы коронин 10 ішем. Давление, еще жүрегім қағатын. Осы Құдайға шүкір, машалла, сізге көп-көп рахмет. Жақсы, Алла шипасын берсін. Құдайға шүкір, мыңда бір рахмет. Бұл біздің Веда компаниясы.